Барлығына сәлем. 1933 жылы Германия үкіметін толық өз қолына алған Адольф Гитлер мемлекет аумағындағы яһудилерді жауыздарша қырып тастауды бастады. Гитлер және оның үкіметінен басталған яһудилерге қарсы үлкен көлемдегі қырғын Холокост деп аталды. Бірінші тек Германияда, ал кейін Гитлердің құрметімен дерлік барлық Еуропада жалғасқан осы қырғын нәтижесінде барлығы 6 миллионға жақын яһудилер жойылған. Холокост құрбандарын үлкен көлемді қырып тастау үшін түрлі ақпараттарға сүйене отырып, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 7 мыңнан 20 мыңға дейін концлагерлер және сол сияқты түрлі ғимараттар құрылған. Екінші дүниежүзілік соғыста яһудилер үшін ең сұмдығы Гитлердің мейірімсіз докторлары тірі адамның үстінен өткізген тәжірибелерде қатынасу еді. Яғни концлагерлерде немістер, яһудилер және басқа тұтқындарды үлкен көлемде қырып тастаумен бір қатарда олардың үстінен түрлі тәжірибелерді өткізген. Немістер тарапынан түрлі мақсатта өткізілген бұл тәжірибелер өте сұмдық еді. Мысал үшін, кейбір тәжірибелерде адамдар мұз резервуарларға тасталды. Басқа тәжірибелерде жас балаларды түрлі хирургиялық жолмен тігіп тастайтын еді. Бүгінгі видеода дәл сол тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Ендеше бастаймыз. Бірінші болып Гитлер не үшін яһудилерді үлкен көлемде қырып тастағысы келгені туралы айтып өтейін. Гитлердің яһудилерден соншалықты жиіркенетініне себептер көп еді. Мысал үшін яһудилер бүткіл Европа бойлап сүтқоректілікпен, яғни пайызға ақша берумен айналысып, Европа халқын қарызға батырып тастаған еді. Европаның кедей бөлігі яһудилердің кесірінен қиналып жатқанын өз көзімен көріп өскен Гитлер яһудилерді қатты жек көріп қалады. Бұдан бөлек яһудилер бірінші дүниежүзілік соғыс бітуіне жақын Германия императорына қарсы көтерілсе өте белсенді қатынасқан. Соның нәтижесінде Германия императоры тақтан құлап, Германия империясы бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқан. Яғни яһудилер Германияның бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліске ұшырауына үлкен септігін тигізген. Сол себепті Гитлер яһудилерді Германияға арттан шауырған деп есептейтін еді. Және екінші дүниежүзілік соғыста сондай жағдай қайталанбас үшін яһудилерді толық қырып тастауға шешім қабылдаған. Германия яһудилерді не үшін қырып тастағаны туралы аз да болса ақпаратқа ие болдық. Енді адамдар үстінен өткізілген тәжірибе туралы әңгімелесеміз. Екінші дүниежүзілік соғыста барлығы болып 70 миллионнан артық адам қаза тапқанын есепке алатын болсақ, бұл кезде адам қадірі өте төмен болғаны анық. Соғысқа қатысып жатқан елдер қолға алынған тұтқындарға қарсы қалағанынша заң шығарған, яғни кейде құл қылған, кейде жағып жіберген, кейде тіпті тірілей көміп тастаған. Бұндай сұмдық кезеңде ешкім адам құқықтары туралы ойлап отырмаған. Бұдан пайдаланған Германия және Жапония тірі адамдардың үстінен түрлі тәжірибелер өткізіп бастайды. Мүмкін мұндай тәжірибені Британия және СССР-де өткізген болуы мүмкін. Алайда олар соғыста жеңіске жеткендіктен, олардың сұмдық қылмыстары жабулы күйде қалған. Германия және Жапония жеңіліс тапқандықтан, олардың адам үстінен өткізген сұмдық тәжірибелері және соғыс кезіндегі басқа әскери қылмыстары ашық күйде дәлелденген. Ресми ақпараттарда Германияның тірі адамдар үстінен өткізген 10-ға жақын тәжірибелері айтылған. Олардың бірнешесін көріп шықсақ, 1941 жылдан бастап Германия СССР-ға шабуыл жасау үшін барлық жағынан дайындық көре бастайды. Германияның әскерлері СССР-дің суық аумағында соғыс алып баруға дайын емес еді. СССР-ге қарсы суық ауа райда соғыс алып бару үшін неміс әскерлеріне қосымша жәрдем беру үшін неміс ғалымдары гипотермия тәжірибесін өткізді. Гипотермия тәжірибесінен екі негізгі мақсат бар еді. Біріншісі адам суық температурада қанша уақыт тірі қалу мүмкіндігін анықтау. Екіншісі мұздаған адамды қандай жолмен өз қалпына келтіру мүмкіндігі, яғни қайта тірілтіру мүмкіндігін анықтау еді. Тәжірибе кезінде ғалымдар тұтқындардың арасынан еркек адамдарды таңдап алды және суық су және мұз бөліктермен толтырылған резервуарларға тастап 3 сағат бойы бақылап тұрды. Тәжірибенің екінші бөлігінде қалған тұтқындарды шешіндіріп, суық температурада бірнеше сағат бойы ұстап тұрған. Тәжірибе нәтижесінде немістер, егер адамның бас сүйегінің артқы бөлігінде мұздау нәтижесінде су жиналса, ол адамды қайта жандандыру мүмкін еместігін анықтады және бұл қауіпті жою үшін арнайы киімдер істеп шығарған. Әскери мақсаттар үшін өткізілген тағы бір тәжірибе жоғары басым тәжірибесі еді. Жоғары басым тәжірибесін өткізудің негізгі мақсат неміс ұшушылар жоғары биіктіктегі әскери әрекеттерде қандай қиындықтарға тап болу мүмкіндігін анықтау еді. Тәжірибені өткізу үшін
жоғары ауа басымын жасайтын арнайы камералар дайындалды. Тәжірибе үшін неміс ғалымдары адамдар арасынан 200 кісіні арнайы камераға кіргізіп, оларды жоғары ауа басымымен қинады. Адамдардың 120-сы тәжірибе кезінде өліп кетті, ал тірі қалғандарды немістер тәжірибеден кейін атып тастады. Немістер өткізген тәжірибелердің ең сұмдығы күмәнсіз егіздер тәжірибесі еді. Бұл тәжірибенің басқа тәжірибелерден қарағанда сұмдық екендігінің себебі тәжірибе жас балалар үстінен өткізілетін еді. Егіздер тәжірибесі концлагерлерде өлім періштесі атымен танылған неміс ғалымы Джозеф Менгель өткізген. Бұл тәжірибені өткізуден мақсат неміс халқын сан бойынша тезірек көбейту үшін қалай егіздер туылуын анықтау және неміс халқының арасында қауіпсіз жолмен егіздер туылуын көбейту еді. Тәжірибе үшін таңдалып алынған егіз балалардың көп бөлігі яһуди балалары еді. Менгель тәжірибе кезінде балалардың көзінің түсін өзгерту мақсатында олардың көзіне түрлі химиялық араласпаларды құйып көреді. Бұл улы араласпалардың нәтижесінде балалардың көздері қатты ауырып, көп балалар көр болып қалады. Менгель балалардың көздерінің түсін өзгертпеші болғанның себебі немістер таза рия адамдардың көздері көк түсте болуы тиіс деп есептейтін еді. Сол үшін Менгель балалардың көздерін көк түске өзгертуге әрекет жасап көреді. Тәжірибе кезінде Менгель жасанды жолмен сиам егіздерін жасау үшін екі баланың хирургиялық жолмен тігіп бірлестіріп қояды. Джозеф Менгель тәжірибесіне қатысқан 1,5 мың баладан бар болғаны 300 бала тірі қалады. Бұндай сұмдық тәжірибелер және үлкен көлемдегі қырғынға қарсы яһудилар да қолдарынан келгенше күрескен. Екінші дүниежүзілік соғыста 1,5 миллионға жақын яһудилер Германияға қарсы күресіп жатқан елдердің армияларына қосылып, немістерге қарсы күрес алып барған. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнаға жазылып қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Келесі кездескенше.